дәлізде тұрғандар. Мынау киімдер қалдырып кететін. Осы жерде тоқтай тұрыңыз. Бұл дене шынықтыру сабағында қалдырып кететін. Бірінші налевой этажға түссеңіздер, бізде қара пакетке салынып тұрған киімдерді көресіздер. Ол қайдан қалған киімдер деп ойлайсыздар. Осылай балаларымыз қалдырып кетеді. Мынау дене шынықтыруда бір аптаның ішінде жиналған киім ғой. Бүгінде дене шынықтыру мұғалімдері түсірдіңіздер қоясыздар. Қанша киім түсірді? Ешкім іздемейді. Почтаниеге бар, трусиге бар, бәрі бар ғой, нәски, пар-пармен. Сонда балалар ойлаймын, енді жалаң аяқ кете ме, балалар қалай кетеді деп. Мысалы, осындай состояние біздің қазіргі таңдағы 2.90 аяқталған жоқ әлі бізде. Сондықтан енді ойлаймын, біздің айтқанымыз может дұрыс жетпей жатқан шығар деп ойлаймын да балаларға. Сосын сіздерді қосып жатырмыз біз, әкелер көмектессе деп. Біздің жан айғайымыз осы. Шыны керек. Мысалы, сентябрь, август кезінде біз мектеп бір жылға оқу жылына дайындық жасайды. Бізді келіп, жоғары жақтан келіп тексереді, қарайды. Мысалы, мектеп дайын ба келесі жылға? Біз дайындаймыз, бүкіл жыртықтардың бәрін жамаймыз, мектептің ішін тазалаймыз, краскілейміз, ремонт полный өткіземіз. И өткізіп болғаннан кейін состояниені көріп тұрсыздар, құрметті әкелер. Осындай жағдай болады. Сондықтан қаңтар айын ашып бересіз бе? Қайта жоспарға көшейік келесі. Кезекшілік осы үшін әкелер. Сіздерге біз бір күнді береміз. Аптасына бір күнді. Жаңағы декабрь айында, желтоқсан айында білесіздер ғой, 8-ші сынып пен 1-ші сыныптар үшін бос әкелер болса, мен осы күні боспын. Келіп, мектепке кезекшілік атқарып кетсем, 1-2 сағат уақытымды бөліп деймін. Болатын болса, біз есігіміз ашық. Чаттарыңызға жазасыздар, келесіздер, болды. Осы мектепте қоңырау кезінде айналып, қарап, туалетті, осылай бақылап жүресіздер ғой, балалардың іс-қимылын, көріңіздер сыртынан, өз балаларыңызды көріңіздер, қалай жүретін. Мектепте бөлек қой балаңыз. Үйде бәрі, біз ойлаймыз ғой, идеальный бала деп үйде мысалы. Мен де ойлаймын өзім екі ұлымды идеальный деп мысалы. Білмеймін мектепте не істеп жүрген деген сияқты ғой. Сондықтан давайте, құрметті әкелер, сіздерден көмек. Сондықтан кезекшілік бойынша жазсаңыздар чатқа, кім келе алады қай уақытта. Бізде енді сменмен істейтін әкелеріміз бар шығар. Обед деген келсеңіздер болады. Бізде ең проблемный 5 пен 7 сыныптар. Шыны керек сөздің ашығы келеді. 5 пен 7 біз үшін қиындау біраз. Жүгіруі де бар, секіруі де бар, жыртуы да бар, жазуы да бар. Қызы да болсын, ұлы да болсын, екі жақта да сондай болып тұрып қазір. Қаңтар айында бізде 2-ші сынып пен 9-ші сынып жұмыс атқарады бізде. Көріп тұрсыздар, қаңтар айында бізде әкемен бірге спорттар. Можете каникул кезінде бастап кетсеңіздер болады спорттық ойындарды, әкелеріміз. Баламен, отбасымен қатысса да болады. 2-ші сыныптарда кім бізде? Модераторлар. 2-ші сынып бар ма? Мұғалімдерден. Сіздер ғой, орынбасар ұстаз, Ернат ұстаз, Ернат аға. Сіздер ғой, бір спорттық ойындар бастап кетсеңіздер болады. Спорт залдың босауын бәрін мен қарастырып беремін. Ер жігіттерге айтамыз. Сол күнгі спорттан бастасаңыздар болады. Сіздер қаңтар айы сіздердікі. Қаңтар айы сіздердікі. Одан кейін келесі. Ақпан айында бізде 3-ші сынып пен 10-ші сыныптың сіздерде болады. Тоже кезекшілік, іс-шаралар, осының бәрін өткізген қайырымдылық дейді ғой, енді жақсылық жаса, енді акциясы арағы біз енді жылда өткіземіз ғой оны. Біз обычно мысалы біздің парламенттің оқушылары ғой қазір сіздерді видеоға түсіріп жүрген, солармен өткізетінбіз. Өзіміз үйден каждыйымыз бөліп алып, пирожки, чай алып келеміз. Мысалы далада жұмыс істеп жүрген кісілермен қайырымдылық жасаймыз, сол кісілерге чай береміз, ыстық шайын деген сияқты. Енді борандай ғой осы айда. Сіздерде осы айда сіздердікі 3-ші сынып пен 10-ші сынып. 3-ші сыныптар бар ма бізде? Сіздердікі. Одан кейін 10-ші сыныптардың әкелері. Кетті келесі. Наурыз айында енді Наурыз айы білесіздер ғой бізде енді 4-ші сынып пен 11-ші сыныптың әкелері біздің жауапкершілік сол айда болады екен. Сол айға енді ұлттық өзіміздің айымыз, ұлттық соған енді атсалысады деген ойдамыз. Бізде енді обычно наурыз айы, наурыз бізде апрель айында өтеді. Күн жылып, жер қарайған кезде өтеді біздің мектебімізде. Биыл да тағы атап өтеміз оны. Келесі сәуір айы
сәуір айында бізде қайтадан 1-ші сынып пен 8-ші сынып түсесіздер. Өйткені біз енді жылдың басынан бастамаған кейін осындай болып тұрады. Тазалық айы, көгалдандыру айы, соған көмек керек сіздерден. Одан кейін май айына қойсаңыз, бізде 2-ші сынып пен 9-ші сынып айы болады осы ай. Уже келесі сентябрь айында бізде 3-ші сыныптар бастап кетеді уже. 3-ші сыныптар сіздер түсіп қалады екенсіздер ғой. Значит, 4-ші сыныптар бастайсыздар. Ол кезде уже 4-ші сыныптар бастайды, сонда ана 1 сынып кетеді ғой, сонда дұрыс қой, 4-ші сыныптар бастау керек болады сентябрь айында бізде, қыркүйек айында. Осындай іс-шаралар өткізетін боламыз. Бұл енді республикалық әкелер одағымен талқыланған, солармен бірге отырылған, құрылған жоспар, бұл жоспар. Сондықтан осы жоспармен жұмыс жасасақ деп тұрмыз биылғы таңда. Енді сіздерден қолдау, сұрақтарыңыз болса, құрметті әкелер, енді сөйлейсіз бе? Бір ауыз. Армысыздар әкелер, ұстаздар, енді бүгінгі жиналысымыз құтты болсын. Өткенде кітапханада 10 әке келді, 30 ұстаз болды ма? 30 ер ұстаз. Әкелерден ұстаздар көп болды сол кезде. Сол кезде көп нәрсе көрсетілген, оны мен чатқа салғам. Егер чатта болмасаңыздар, чаттар қосылыңыздар. Сосын мынау жетекші, үйлестіруші ұстаздар бар ғой, ер ұстаздар. Сол кісілер неге жұмысты бастап кету керек сияқты. Өткеннен қанша уақыт өтті? Әлі ссылка жібергенбіз әкелерді жазып берсін деп жауап. Сыныптардың. Мысалы, 2-ші А сыныбынан келіп отырмысыңдар, біздің сыныптар. 2-ші А сыныбы. Мен өз сыныбымға балам барады. Сонда Айзеренің әкесі деп нетілген, бірақ ешқандай не жоқ. Енді жиналыс өтеді, бәрі көрсетіледі. Жақсы қой, сол жұмыс істеп көрсетуіміз керек деп ойлаймын. Бұл жерде әр әке өз баласының бірінші кезекте қамын ойлайды ғой. Мысалы, мен өз баламның қамын ойлаймын. Бірақ бұл жерде бұл енді елдік, мынандай ұлттық үлкен деңгейде алсақ, жұмыс жүрмей жатыр ғой. Сонда біздің мектептегі балалар көбісі әкелері қарамайтын балалар көп болып тұр ғой, жаңағы тәртібі, оқу үлгерімі, тіпті неше түрлі кезінде мектепте оқыдық қой, күші тасып тұратын, оқуды аса қаламай тұратын оқушылар бар. Оларды бір спортқа беріп, спорт жағынан дайындаса, спорт жағынан берсе, сол жағынан тым құрғанда сол ер азамат болатын ұлдарды әкелері сол спорт жағынан, кішкене қаттылық жағынан қолға алса дұрыс болады деп ойлаймын. Енді жоспар бәрі тұр ғой, бәрі тайға таңба басқандай. Былтырғымен салыстырсақ, былтыр енді біз инерциямен жұмыс істедік әйтеуір. Не қолымыздан келеді? Бір 10-20 әке болды. Солар инерциямен жұмыс істеді. Енді биыл мектеп тарапынан міне нақты жоспар жасалды, нақты жүйе бар бұл жерде. Былтырғымен салыстырғандағы бір ілгерілеу, оң нәтиже, тайға таңба басқандай бәрі тұр. Енді сол жүйені жұмыс ету керек деп ойлаймын. Сәттілік. Біз чаттарға жібердік, қашан вторник күні жібергенбіз сілтемелерді әр сынып жетекшіге. Өйткені бізге соған жазып берсе, жай номермен жауапты әкей, осы бір сыныптан 2 әкелі екенбіз, болды. Біз өзіміз автомат түрде мұғалімдерде чат ашық, соған өзіміз алып кіргізіп аламыз деп айтқанбыз. Енді сол қалай жиналады? Біз жаңа Бауыржан Темірхановичқа қонақ келіп қалды жаңа. Айттық қой Япониядан, сонымен кетіп қалды. Ол кісі жаңа өзім сөйлеймін, осы түсіндірем деген осы бойынша. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, мектепте қандай өздеріңіз тағы қосарларыңыз болса, құрметті әкелер, айтып өтсеңіздер. Бар ма сұрақтарыңыз? Кезекшілік туралы не ойлайсыздар? Алдында енді 8 әке мен 10 әке жиналды, сол кезде сол кісілерге тоже түсіндіргенбіз. Енді жаңа мектептің жағдайын көріп отырсыздар. Енді бізбен сіздердің балаларыңыз ғой осы мектепте оқитын енді. Өздеріне де айтамыз,
таза жерде, жақсы мектепте бәрі жасалған жағдай. Енді соны таза ұстап, жаңағы химия, биология кабинеттері ғой, основном, сызып тастайтын, сындырып тастайтын основном. Жаңағы үлкен жұмсақ орындықтар сол жерде отырады бізде. Жылда ауыстырамыз, жылда сондай әр 90 сынып мысалы. Кезекшілік туралы қалай ойлайсыздар? Мүмкіншілік бола ма біздің әкелерімізде? Былтыр бізде қар күрегеде келген әкелеріміз болған, иә? Осы мектепте үлгермей жатқан кезде. Одан кейін біз музей ашылар кезде де әкелеріміз көмектесіп, біз үшін жүгірген әкелерімізді, Ернат ағайымызға рахмет, басшы ретінде өзі жүгіріп отырып, төраға ретінде бүкілін ұйымдастырып, қонағымызды күтіп алып, самолеттан әкеліп, осы жерде біраз жұмыс атқарған болатынбыз. Енді биылғы жоспар сіздерге көрсетілді. Жоспар бойынша сіздерге просто айтқан кезде ұйымдаса қалсаңыздар, мысалы жаңа бірінші сыныптар осы патриоттық әкелеріміз бар, военный, мен өткізе аламын, патриоттық сынып сағаттар өткіземін дейтін. Сыныптарыңызбен сөйлессеңіздер әкелермен, бірінші сыныптар бойынша патриоттық құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша да болады бізде. Өйткені бізде 3 мектепке 1 инспектор. Олар аптасына 1 рет келеді. Үйті бүкіл мектепте, мысалы бізде 163 ба сынып бар. Үлгермейді ол бүкіл сыныпқа кіріп. Сондықтан біз айтамыз, мысалы мен айтам, мен қасымда тағы әйел адам бар, Балжан Панагуловна деген. Ол кісі айтады, бірақ ешқайсымыз полный бүкіл сыныпты өте алмаймыз. Бүгіннің өзінде мысалы 3 происшествие болды. Ол жай, мен мелочьті айттым сіздерге. Мелочьті санамағанда деген ғой, крупный үшеу болды, мысалы төбелес, бір-бірін ұрып сау, бір-бірін сондай ұрлық деген сияқты. Қайсыны? Біреу 3-ші сынып. Ертеге алады балалар. Ертеге уақыт кезде енді мұғалімдер енді қарай алмайды ғой, өйткені ол кісілерді обед ішу керек, өздерінің уақыттары бар ғой. Сол кезде дәлізде отырады да бір-бірімен келіспей, бір-бірімен төбелеседі. Енді бізде кей ата-аналар түсінбей жатады, бізде мамаларымызға әсіресе. Мен 102-ге звондаймын, бүйтем-сөйтем. Бүгін ата-анам 102-ге звондады, менің баламды буллинг етіп жатыр дейді. Буллинг деген енді әр ата-ана әртүрлі түсінеді. Буллинг деген ол бір балаға әрдайым тиісе береді. Күнде бүкіл бала болуы мүмкін, ішінде 2-3 бала болуы мүмкін деген сияқты ғой. Ана жерде 2 бала төбелеседі, еще 102-ге звондайын деп тұрған ата-ананың өзі баласы ананы баланы ұрып салған ғой, бірінші бастап бой өрмей тұр. Мен айтып отырмын, қазір ата-ана сізге келеді, сіз де жауапкершілікке тартыласыз деп жатырмын, мен түсіндіріп жатырмын. Өйткені сіздің балаңыз да төбелесіп тұр, ол кісінің де баласы төбелесіп тұр. Өйткені екеуіңіз де кінәлісіздер, біреу қойып тұрған жоқ қой бұл жерде. Келді инспектор, 102-ге звондады, хабарласты, келді. Мен сіздерге штраф саламын деп ән жерде инспектормен ұрысты ғана тұрып алып. Сен маған неге штраф саласың? Мен айтып, сіздің балаңыз төбелесіп тұр ғой. Иә дейді. Видеодан көріп тұрсыз ғой. Иә дейді. Ана бала қойып тұр, сіздің балаңыз до конца қуалап жүр, ұрып жүр ғой десе, иә дейді. Мен не істейсіз сен, не қыл дейсіз маған дейді. Штраф, айыппұл саламын сізге 120 жауаппен десе, жоқ салмайсың, мен саған звондап тұрмын ғой дейді ғой. 102-ге хабарласып. Сондай ситуация. Бауыржан Темірханович, келіпсіз ғой. Мен түсіндіріп кеттім әрі бөліп. Жақсы. Кеш жарық әкелер, қалайсыздар? Айып етпеңіздер. Бізде жаңа аяқ астынан Япониядан қонақтарымыз келіп, жаңа мектепті таныстырып, оқушылармен бір кездесу өткізіп, сол кітапханаға сол кісілерді жаңа отырғызып кеттім. Енді жақта бізде әкелеріміз отыр. Сол жиналысқа ренжімеңіздер деп шығып кеткен болатын. Енді ренжімеңіздер, құрметті әкелер. Енді мақсатымыз бұл жақта әкелерімізді осы мектепке тарту, бірге жұмыс жасау деген сияқты мақсатын біз бастап отырмыз, бұл бастамамыз. Жаңа сіздерге әрқайсыларыңызға көрсеткен жаңа сызба нұсқасын біз сіздерге ұсынып отырмыз, ол қандай түрде жүреді деген сияқты. Енді былтыр білесіздер, бізде осылай жинадық, әрқайсыларыңыз жоспарларыңызды құрған болатынсыздар. Сол жоспардың негізінде істейміз дедік, бір ай істедік, 2 ай қалып кетіп, бір ай істеп, сондай бір жұмыс жүрді, бірақ жүйелі түрде болмады да. Енді соның бір кішігірім жүйесін сіздермен таныстырып, соны көріп, сосын сіздердің әр параллель бойынша сіздерде чат ашылады. Сол чатта бізде жауапты жігіттеріміз бар, ер азаматтар. Енді бір шетінен ер азамат болғаннан мектепте де сол ер азаматтармен бір танысып отырсаңыздар деген сияқты, чатта ақылдасып, жоспарымыз болады. Сол жоспардың негізінде келіп мектептің өміріне белсенді атсалысасыздар.
енді қазірдің өзінде өзім кішігірім зерттеу жүргізіп отырмын. Осы әкелер не себепті мектеп өміріне белсене атсалысып жатқан жоқ деген сияқты. Зерттеген кезде ең көп Финляндияда екен мектеп өміріне, баланың өміріне атсалысады екен әкелеріміз. Финляндияда 40%, осы 100%-дан 40% осы әкелер. Ал біз Қазақстанның өзінде біз 15% ғана әкеміз атсалысады екен. Бұл неге әкеп соқтырады? Бұл мақсат бізде әкелеріміз енді жұмыста болады, қол тимейді, уақыттары деген сияқты. Ол мәселені де біз қазір қарап жатырмыз. Жұмысына егер мектеп тарапынан бір хат жіберсек, осындай бір сіздерді, осындай әкелерді жіберсеңіздер деген сияқты, баласының осындай тәрбиесіне кішкене бағыттасақ деген сияқты. Оны да қазір қарап жатырмыз, қандай түрде болады деген сияқты. Оны да сіздермен отырып ақылдасамыз, жоспарымызды сіздерге жаңа көрсеттік, Асқар Қайратұлы жоспарды көрсеттік. Енді сол жоспардың негізінде қалмай сол жұмысымызды алға бастап істеп кетсек дегенбіз. Әртүрлі тәртіп, жаңа фотоларды көрген шығарсыздар, мектепті мүлкін бұзып жатқан әртүрлі нелердің бәрін сіздерге көрсетіп жатыр. Енді оның бәрін оқушылардың барлығын біз жаман демейміз. Просто бұл жақта оқушыларға біз дұрыс бағыт берсек деген. Біз азбыз ғана. Егер сіздер әкелер ретінде бір күн келіп, бір уақыт бос кезде сол мектепті кішкене қарап, тынысымен қалай болып жатыр, оқушыларымыз қандай деген сияқты, сол мектеп өміріне сіздерді тартып, соны көрсек деген бірге жұмыс істеп. Енді сол оқушыларымыз енді болашағы мықты оқушыларымыз ғой. Енді әрқайсымыз осы бала үшін деп жүргеніміз. Өзім де әке, әйтеуір сіздерді жинап отырамыз. Өзім Сатпаев мектебінде өзім қызым оқиды. Ол жақтарда айтып жатыр, әкелерді құрайық, жұмыс жасайық деген сияқты. Былтыр бізде Байтұрсын мектебінде жұмыс жасаған болатын, қарқынды көрсетіп, Ернат мырза, жиналыстар жүргізіп, әкелер форум ұйымдастырып айтқан болатын. Біздің әкелеріміз білесіздер, музей аштық, Ахмет Байтұрсын атындағы музейге ашып атсалысқан болатын деген сияқты. И соның негізінде ол жақтағы жаңа Сатпаев мектебінен де ұсыныс тұрып жатыр, әкелермен жұмыс жасайық деген сияқты. Енді мақсатымыз сол осы бином мектептерінде жаймен бірінші спорттық іс-шаралармен байланыстырып жұмыс жасайтын боламыз алдағы уақытта. Сосын барып уже квиз, білесіздер, биыл мектептерінде интеллектуалды квиздар өтеді. Ол да квиздар ұйымдастырылатын болады. Алдын ала сіздерге тағы да ескертіп қойын. Сіздердің чаттарыңызда сауалнама жіберіледі. Сол сауалнамаға толығымен жауап берсеңіздер, ол жақта сіздердің қандай іспен айналысқан ұнайды деген сияқты. Сол біз білу керекпіз, соны зерттеп қарап, сіздер бір-бірлеріңізге байланыстырып, сонда бір іс-шаралар ұйымдастыратын боламыз. Ендеше құрметті әкелер, іске сәт дейміз. Берілген енді 1 сағат уақытты сіздерге тиімді пайдаланайық деген мақсатпен енді жиі жиналамыз деп айта алмаймын. Енді кішігірім топтармен жұмысымызды қарқынды жұмыс бастап кетеміз. Енді сіздер тарапынан біздің жігіттерге қолдау білдірсеңіздер, іске сәттеп, енді баланың тәрбиесін, баламызды енді жаман емес, дұрыс жолға бағыттап көрсету мақсатымыз. Ертеңгі уақытта ол да бала ертең бізге де қарап бой түзеп өсетін болады. Енді сол тәрбиеге сіздерді барлықтарыңызды шақырамын, құрметті әкелер, Асқар Тау әкелер деп өзіміз құрған болатынбыз. Енді осы атау жай қалмай, осындай бір бізді Асқар Тау ретінде кәдімгідей көрсе дегеніміз оқушыларымыз, ұлдарымыз, қыздарымыз. Іске сәт, құрметті әкелер, рахмет. Егер сұрақтарда болса, қандай ұсыныстарыңыз болса, айтып кетсеңіздер болады. Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті әкелер. Мен бірдеңкені айтқым келеді. Өткенде балам TikTok-тан бір видео жіберді маған. Әке дейді, өмірге 1000 рет келсем де сіздің балаңыз болғым келеді дейді. Енді ол TikTok-та жүрген видео болады. Соны ойланып қалдым, мен шынымен оған жақсы әкем ба? Енді болады ғой, ұрсамыз, ұрып жібереміз, кейде болады қатты айқайлаймыз. Бірақ шынымен мен оған жақсы әке болып жүрмін ба, дұрыс тәрбие беріп жүрмін ба деп ойланып қаласың да. Енді өзімізде мен де әкеммен қатты жақын болған жоқпын. Бірақ
менің түсінгенім осы мектепке көбі балаларын бергісі келеді. Қаншама әке, ата-аналар мына жақта балаларын бере алмай қалды, иә? Осы 1 сентябрьде 1 классқа баратын балалар, тіпті жоғары классқа болсын, қырылып мектепке директорды жағалайды, завуштарды жағалайды, балаларын бергісі келеді. Жақсы ма, жаман ба, бірақ бұл мектеп балаларымызды оқытып жатыр. Жаңа ұстаздар да айтып жатыр, қолдан келгенше көмектесіп жатырмыз деп. Өтініш, жиналысқа, ата-аналар жиналысына хотя бы келіп жүрсеңіздер, өйткені неше жыл балам 11 классқа көшті, қазір алдыңғысы артқысы 1 класста. Әр жиналысқа келген сайын 1-2 әке отырады, ыңғай әйелдер отырады. Әйелдер білесіздер, одан айғайласады, айғай-шу деген сияқты. Жиналысқа қатысып отырсаңыздар, бір өтініш. Екіншісі, мына әйелдеріңізге кішкене біраз ие болсаңыздар, иә, әйелдер чатта да қырылысып жатады. Мен қазір отырмаймын чатта. Чатта да қырылысып жатады, мұғалімдермен де қырылысып жүреді. Сол жаңа балалар ерегесіп бір-бірімен келіспей жатса да әйелдер шулап жатады. Жаңағы полиция шақырып жатқанда сол кішкене әйелдеріңізге де бір тыйым салып кішкене айтып қойсаңыздар, ей, қой деген сияқты. Түсінемін, көп ата-аналар бар, жаңағы, иә, әкесі жоқ балалар бар, иә, мүмкін шешесі жоқ балалар да бар шығар. Оларға да қиын жағдайда жүрген балалар бар шығар, иә, киімі жоқ, жағдайы жоқ. Оларға да мүмкіндігінше көмектесуге тырысайық, иә, ондай нәрселер енді тыныш ешкімге айтпай жасалады ғой. Бірақ енді балаларымыз үшін өмір сүріп жатырмыз ғой, шыны керек. Қайда жұмыс істесек те, иә, түсінемін, госслужбада, болмаса басқа жерде жұмыс істегендер шығу қиын. Бірақ ертең өкінбес үшін сол қазір балаларымызға дұрыстап көңіл бөлсек. Ол бізге керек балалар, мұғалімдерге керек жоқ. Бұл кісілерге мысалы бастарын қатырып қайтеді, өздерінде жұмыстары бар. Жиналыстарға бәріміз қатысады. Осынау айтқан күнлерге жаңағы мен ашық сабағының алдында да бір келіп балалармен 11 класстағы балаларға ашық сабақ өткізіп кеттім. 1 класста ата-аналармен бір спорттық жарыс болды, өмір спорт дейміз де қалды ғой бәрі жайына. Оған да қатыстық. Қызық, балаға қызық болды. Сондықтан бәріміз бірдей атсалысақ деген өтініш сіздерден. Барлықтарыңызға келгендеріңізге рахмет, келмегендерге де айтайық, келсін, атсалсын. Аман болыңыздар. Енді өзіміздің балалар, өзіміздің адамдар, өзіміздің қазақ бір дұрыс болашақ ұрпақ өссе дейміз. Сол аман болыңыздар. Рахмет. Жақсы, құрметті әкелер, сіздерді қазір енді дүйсенбіден бастап чат ашылатын болады, сол чаттан шығып кетпей. Ол жақта белсенді 1-2 әке болса да біз жұмысымызды тоқтатпаймыз, іздейміз. Может, қазірден бастап бір қадам жасасақ, кейін әкелеріміз де қосыла бастады. Енді сол іс-шараға белсене атсалысуға барлықтарыңызды шақырайын. Енді құрметті әкелер, қазір кішкене ортаға жиналып қалып, бір фотоға бір естелік, фотоға не істеп, сосын әкелердің общий чатына салам. Сосын барып енді алдағы уақытта ойлап отырмын, былтырдан бері айтып келе жатырмын ғой, әкелердің бір кабинетін ашайық деген сияқты. Енді бұйырса осы январ айында бір қарастырып жатырмыз, біздің әкелер, Асқартау әкелер кабинеті болады. Сол жаққа келіп, жұмыстарыңызды жасап, отырып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта сол бір тұсау кесер болады енді алдағы уақытта. Ассалаумағалейкум әкелер, қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Менің қызым өзім 6 класста оқиды, 6 сыныпта. Мына жерде күнделікті байқаймын өзім. Диона магазині бар, мына бұрышта. Егер байқасаңыздар. Мына жерде шарбақ бар, забор, светофордың тұсында. Көп әкелер машинамен жүреді, мен өзім мына жерде тұрамын, Дионаның тұсында тұрып, қызымды күтемін. Мына жерде бағдаршам қызыл жанып тұрады, балалар қарамайды ол бағдаршамға. Біріншіден, екіншіден мына жақтан мына жердегі, в общем, самғау жақтан дейік, машиналар ағып келеді да, ол светофорды ол жерде конкретно ол жерге прям дәлелденген бір нақты бағдаршам жоқ. Сол бағдаршам, олар ориентир шопырлар, мен енді өз басым, өз ойымды айтып отырмын. Ориентир пешеходный светофордың жасыл цветін алады да, сонымен басып жүре береді. Сол забор кішкене кедергі. Мен талай жазған, по-моему, былтырда жаздым әкелер чатына, кеңес группаға, короче. Сол беті қалды ол. Сол заборды бір ыңғайластырып, алып тастаса, анау прям обзорды жауып тұр енді. Көрінбейді. Балалар да көрмейді, келе жатқан машиналарды балалар да көрмейді жерде. И сосын әкелер өтініш, байқаймын, балалар қызыл бағдаршамда жүре береді. Білмеймін, бессмертный сияқты ше.
мен қанша тұрамын сол жерде далаға шығып тұрамын, мен машинада отырамын, далаға шығып айтып тұрамын, тоқтаңдар, жүрмеңдер, жасыл жанат жүресіңдер деп. Үйретсеңіздер кішкене, мүмкін үйрететін шығарсыздар, айтасыздар да, келсем, балаға ол как-то ұқпай ма, бала балалығын істейді. В общем, сол забор жөнінде айтайын деген мен жалпы. Жоқ, мақсат мұндай ғой, оны да ол жақта өзім білген, өйткені бір оқушыны машина қағып кеткен. Мына жақтан бала жүгіріп великпен өтем деген кезде, мына жақта үстіне қағып, енді бала аман, әйтеуір аман есеп, несіп машинаны істеп. Енді забор кедергі жасап жатыр. Енді бұл жақта сіздерге бір-ақ нәрсе айтамын, бізде де хат жазып жатырмыз, ол случай емес. Просто сіздерде 109 айкөмекке жазып қойсаңыздар, фотоға түсіріп, бір адам жазса үндемеуі мүмкін да, может 5-6 адам болса, может ол нәрсе көтеріледі. Өйткені бізде, сәл ғана не істеп қойды, жылжытып қойды, ар жағы арық деді ма, бір нәрсе деді, тұрмайды деді, ар жағы арық, қауіпсіздік, дальше не істеп кетеді деген. Енді барынша жазайық, ол жақ біздің округке қарайтын Сарайшық ауданында өзінің жаңа депутаттары бар ғой, сол кісілер де келді, біз барлығын көрсеттік, осындай деген сияқты. Ол кезде білесіздер ғой, ол кезде Байтұрсын жақта да тоже нелер түсіп кетіп еді ғой, округ брусчаткалардың барлығы ойылып түсіп қалған болатын, соларды реттеп берді, соның арқасында ар жақты реттеп. Енді қандай случай болады, желательно мектептің сыртында болса, айкөмекке жазғандарыңыз дұрыс болады. Ал мектептің ішінде болса, онда бізге ескертіп айтсаңыздар, біз реттеуге болады ол нәрселерді. Бір сыныс болады, Самғау жақтан грузовой, КамАЗ, тракторлар тұрады, сол жерде Рамка все вдруг рамка, там же қылмайды. Парковка сияқты жасап береді. Сатпаның алдында жүректі бір-бірін өткізбей, не кіре алмайды, баланы сауыққа кешіп баласын тастап келе жатқан араға өткізбейді. Пробка болады. Біз білесіздер ме, Қадыр Мырзалы жаңа Сатпаев мектебінде односторонка жасаған. Бізде сұрап жатырмыз, Самғау жақты односторонка жасаса. Өйткені білесіздер, былай шығып кетуге болады, круговая без сияқты. Біз оны ұсынған болатынбыз. Бірақ ол на рассмотрение, потому что жительдерге неудобно екен. Кіру, шығу, былай жүру, ол айналып өту деген сияқты. Но план бойынша негізі мына жақтан жол түсіп, мына жақта үлкен не ашылады деген, әлі пока белгісіз. Бір машина ағызып берді, еще балам емейді. Мектептің тура алды жағында деп жатсыздар, жақсы, ол нәрсені айтайық, қарастырайық, асқар қабілов жазып алып отырсаңыздар, ұсыныстар. Біз мына жерде көрген жерде светофор қойды ғой. Сонымен мына жақтағы сол айтқан оның шетінде айтты, пешеход қойды. айтып жатырмыз ғой, жазып жатырмыз, айкөмекке жазып жатырмыз. Просто біздің жазғанымыз олар рассматривать ата-ана ретінде бізге олар көбірек түсу керек те, түсінесіздер ме? Мен түсінгенім сол. Жоқ, хат жазып, әкеліп қойып. Болады. Жоқ, біздің атымыздан емес, сіздердің аттарыңыздан жазылу керек. Өйткені біз жазып жатырмыз. Бұл уақытта сала беру. 109-ға жазсаңыздар болмаса Сарайшық өзінің әкімшілігі бар ғой, сол жақ. Сол кезде біз жазғанбыз. 3 рет пен 4 рет жаздым. Өйткені мына жақтан зу өтіп өтеді, мына жақтан оқушылар жүгіріп шығады. Жүгіріп өткен машина. кеш ерте деп айтсам, только мына нені ғана істеді, упаковканы ғана істеді де, именно нені салмай кетті. тракторлерді алдырып тастап болмайды. КамАЗ сол жүргендерге сұратып, қарамақ жасаңдар, сол жерде сұратып секілді. Біздің 2 КамАЗ бар екен, 1 трактор бар екен. Заң бойынша жылой домда грузовой болмайды парковка. 109-ға салып жүрміз, 2 рет қоймайды сосын. Белгілей беру керек қой, белгілей беру керек қой. Сосын менде мына енді Астана қазір 6 аудан бар ма, сол республикалық мынау әкелер одағы бар ғой, олардың Астана әкелер одағы филиалы. Сол Астана бойынша осы биыл 6 ауданнан 6 әкелер одағын ашытады. Енді біз Сарайшық ауданына қараймыз, олар сол әкімдікпен тікелей жұмыс жасайды да. Біз енді бір ерікті қоғамдық негізде ғой біздікі. Ешқандай ұйым емес біз, әйтеуір әке болғаннан кейін жүрміз. Ал олар бір заңды ұйым ретінде жұмыс істейді да. Мүмкін
бір хат ұйымдастырып қол қойып сол тікелей байланыстамыз ғой, жаңағы сарайшық әкелер одағының жетекшісімен тікелей байланыстамыз, сол кісіге беріп, сосын олар жаңағы өздерінің үкіметтік емес ұйымдар бар, қоғамдық бірлестік, сол арқылы сарайшық ауданының әкімдігіне берсе. Иә, енді осындай бір тетіктерді қарастырып амал етуіміз керек сияқты. Жақсы, енді құрметті әкелер, иә, ондай әртүрлі проблемалар бар, жаңа парковка мәселелері бар. Бүйтейік, сіздерге ссылка жіберейік Google. Сол жақта қандай проблема нелер бар, біз тарапынан тоже жазаймыз. Сіздер тарапынан жаңа әкелер одағына, сіздер тоже Сарайшық ауданына жауапты кісіге тоже жіберсеңіздер, қандай проблема болса тоже сіздер фотоға түсіп 109-ға жіберсеңіздер, ай көмекке. Сол кезде бір қозғалыс болады шығар, құрметті әкелер. Ассалаумағалейкум, құрметті әкелер. Біздің мектепте столовыйымыз бар, иә, асханамыз. Өте тамаша асхана. Кіші класстар бөлек тамақ ішеді, үлкен класстар бөлек тамақ ішеді. Енді керемет жасаған. Организацияның бәрі тамаша. Бір ұсыныс бар. Өткенде енді 5-ші класста оқиды, бір қызым. Солар айтып жатыр да, тамағының жаңағы бағасы өте жоғары дейді. Мысалы, гарнирсіз бір жаңағы ет 900 теңге болыпты. Ұлым сатып алып еді, өзі шок болды дейді, жаңағы гуляш без гарнира 900 теңге дейді. И сосын жаңағы тағы бір кісі айтып жатыр, голубцы с гарниром 1700 теңге шықты дейді. Вот конкретный факт бұл. Сол, енді былай қарасаңыз, енді бұл столовыйдың жаңағы мектептің столовыйына сай бағалар емес. Бұл жерде бюджет көмектесу керек, қалалық немесе білмеймін қалай болатынын, әйтеуір жартылай шешім. Совет одағы кезінде столовыйдың тамағы арзандау еді ғой, шамалы көмек столовыйға жаңағы столовыйдың жаңағы жұмыскерлеріне көмек ретінде жартылай бюджетін төлейді тұғын. О жағынан да бірдеңе қылып ұйымдастыру керек шығар, может коллективный хат жазу керек шығар, білмеймін о жағын. Сосын оған жаңағы навстречу барып, мынандай бір ұйымдастырыпты. 1000 теңге, комплексный обед, 1000 теңге жібереді ата-ана. Сосын жаңағы групповой бір класс болып жаңағы тамақ ішеді екен. Соны жаңағы стол накрывать етіп, ол әдемі инициатива. Менің ұсынысым, мен жаңағы өз қыздарым айтып едім, осындай нәрсе жасап жатыр. Енді анандай перекустан гөрі осындай ыстық тамақ ішкен ыңғайлы емес пе десем, папа дейді, 15 минут жетпейді дейді. Мысалы, мен жаңағы 5-ші класста оқитын қызым, столовый нулевой этажда, бірақ жаңағы 15 минуттық перерывтан кейін сабағы 5-ші этажда ағылшын тілі. Оған барып жаңағы бір класстан барып төмен түсіп тамақ ішіп қайтадан көтерілгенше үлгермеймін дейді, сабақтан қалып қоямын дейді. Сондықтан маған ұрысуы мүмкін дейді. Сондықтан менің лично өзімнің ұсынысым жаңағы 4-ші сабақтан кейінгі 15 минуттық перерывті жарты сағат қылса. Сондай ұсыныс. Тамақ ішіп балалар, сонда значит столовыйдың жаңағы бюджеті де жақсы болады. Бүкіл балалардың бәрі сол столовыйға барып тамақ ішетін болады, ақша жүреді. И сосын жаңағы 4-ші класстан кейін, 4-ші мектептен, 4-ші жаңағы сабақтан кейін бәрі дұрыстан тамақтанып алады да, уже шамалы күшіктер жинап алады. Бұл жақта сес бар ма? Енді бір шетінен мына жағын реттейін десе, мына жақта ол стандарт бар ғой, бізде берілген сол стандарт. Ол сесті разрешение бермейді, ол жарты сағат. Ең максимально беріп отқан 15 минут. Мы же хотели тоже 30 минутты қойып тастап, бір жиналысымызды өткізіп алған бізге де пайдалы. Оны тоже ұсынған болатынбыз, но бізге разрешение берген жоқ. Енді балалар тамақ ішіп бұнда жүгірмеу үшін цокольный этажда буфет бар, асхананың өзі бар. Бірінші қабаттан тоже ашып жатырмыз, асхананың өздері, алдында басқа біреулер істеген, оны тоже қарап, не істеп дұрыс жұмыс жасамағаннан кейін оны алып тастап отырмыз. Сосын барып, 3-ші қабатта бар буфет и 4-ші қабатта бар. Барлық қабаттан по возможности біз орындар іздеп, оқушылар ары-бері жүгірмеу үшін, уақыттарын тиімді пайдалану үшін біз буфеттер ашып жатырмыз аға. Комплекс егер ішем десе, енді қараңыз, бізде бала саны көп қой. Ол қай сыныпқа біз не жасап үлгереміз. Соған байланысты оқушы көп, ол жасау қиын. Енді кейбір оқушылар бар, енді ата-аналар қоймай, давайте істейік деген сияқты. Енді барынша олар навстречу жұмыс жасап жатыр. Ал егер бағасын көрем қымбат десеңіздер, бір күні келіңіз, бос уақытында, любой уақытта келіңіз, будний күндері. Бізде бар соцпедагог, сол кісімен аралап,
бағасын көріп прайстарын ашып, қазір білесіздер продукты да қымбат, жаңағы қойылған беріліп жатқан жаңағы ақшалар да тоже аз, сол мәселесін кішкене өзіңіз қарасаңыз болады. Мен қазір айта алмаймын осындай сумма мынандай деп, бірақ соцпедагогпен келіп айтсаңыз болады. Шешімін осы әкелердің чатына жазып жіберсеңіз болады. Бір сұрақ, Расул, жаңа айтқандай кісінің несін 15 минут сіз айтты ғой 15 минут. Енді қараңыз, столовый кіргеннен кейін 15 минут па? Или столовый барғанша 15 минут санала ма? Общий. Көрдіңіз бе? Столовый кіргеннен кейін 15 минут саналады. Жеуге. Қоңырау соғылады 15 минут. Ол дұрыс емес онда. Сіз асханаға кірді и 15 минут санау керек. Ол тамақ ішті 15 минут, шыққаннан кейін 15 минут. Жоқ, құрметті әкелер, бұл жақта енді сабақ уақыты бар ғой. Бұл жақта енді бала саны көп, очередь өздері соблюдать етпейді. Бізде қойып қоямыз, құрметті оқушылар, очередьке тұрыңдаршы, жылдам аласыңдар деймін. Ана жақта апай наоборот жылдам ана оқушылар өзі тұрмайды, апай дейді ау, 26 қол бүйтіп тұрады, ақшасын не істеп. Ақшам түсіп кетті дейді, оны апай іздеп жүреді, мен өзім қарап отырмын. Сосын НВП-шекті қойып қоямын, мына физрукты қойып қоямын, сапқа тұрып алсын деп отырамын. Ол тәртіп бар, просто біз тарапынан сіздер де келіп көріңіздер, ертең көргеннен кейін сосын уже айтасыздар. Мен қалай істеп жатсыздар деген сияқты. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған Микрофон алып. Спорт секциясы жөнінде мәселе көтеріліп тұрды. Мысалы, енді мен басқа әкелерді білмеймін, мен өз басым, мысалы, көп балалы отбасымызда менде именно осы мектепте 3 балам оқиды. Енді қазір мен оларды спорт секциясына беру үшін материалдық жағдайым жетпейді. Сол сіздердің мектептеріңізде бір кәдімгі бесплатный спорт секциялар бар ма? Сентябрьдан бастап біз ярмарка жүргіздік қой. Біз чатқа жібердік, ата-аналардың да сол ярмаркаға келіп, спорттық бар, үйірмелер барлығы болды. Сол жаққа тіркелген оқушылар қазір жұмыс жасап жатыр. Жоқ, ол именно определенный адамдарға ғана болып тұр ғой. Жоқ, емес, сол кезде кімдер жазылды. Ода да шектеу бар ғой, одан артық баланы ол тренировать етілмейді. Мысалы, келіп 60 баланы да спортзал жүгірткізуі тоже не. Жоқ, дұрыс қой, енді мысалы әр баланың өзінің таңдаған спорттың түрі бар мысалы. Ол бүкіл мектептің барлығы не болмайды ғой, қамти алмайды. Оны да түсінуге болады. Мысалы, дәл қазіргі уақытта, мысалы, менің 3 баламның бәрін жіберуге менің материалдық жағдайым жетпейді. Түсінесіз ғой? Біреуде мысалы 1 бала бар, біреуде 2 бала бар, ол кісінің жағдайы жететін шығар. Ал ол мысалы дәл қазіргі уақытта мысалы жетпейді. Соған бір бесплатный кәдімгі қарастырылса спорттық секциялар. Жақсы. Біз бұлай жасайық. Мысалы, қандай спорт түрлері бізде қазір аз болып тұр. Сол спорт түрлерінен біз тренерлар нелерін жіберейік, данныйларын. И сол кісімен байланысып, сол спорт несімен байланысып, бізде қазір баскетболда. Бес алты. Мысалы, әр баланың өзінің қабілеті бар. Мысалы, жаңа баскетболды айтып отырсыз. Мысалы, менің ұлдарым или қыздарым, ол баскетболдан вообще хабар жоқ адам бар. Жоқ, тыңдамасаңшы, мен айтайын деп жатырмын ғой. Бізде тегін дене шынықтыру мұғалімдер өткізетін тегін. Тыңдамаңыз, тегін өткізетіндер волейбол, баскетбол, футбол, ұлттық ойындар асық, 5 тас, 9 малақ. Дене шынықтыру мұғалімдер өткізеді осыны. И күрес, қазақша күрес бар. Осылар біздің дене шынықтыру мұғалімдер өткізеді. Қазіргі таңда волейбол енді бізде жоқ, сабақтан тыс, кешкі уақытта ғой. Кешкі уақытта бүкіл спорт түрі кешкі уақытта өтеді. Ал суббота күні өткізетіндер бар еще бізде дополнительный. Енді қазіргі таңда бізде сентябрьден бастап жиналғаннан бізде қазіргі таңда айтып тұрмын ғой, баскетболға ғана орын бар, келмей жатыр. Келмей жатқанда келіп жатыр, но ол кісіде возможность бар тағы да алуға. Волейболдар жоқ, ол бөлек, арендаторлар болар, платный ашатындар. Арендаторы бізде футбол бар тоже, волейбол бар, арендаға алған біздің мектепте. Одан кейін карате бар. Сосын бір сұрақ қойшы, басқа мектептерде әкелердің өзінің командасы бар да? Бізде де бар. Бар ма? Әрине, волейбол. Четвер сайдан. Мен жоқпын ғой, қосылсаңыздар, бізде бар, четвер сайын әкелерге. Волейбол бізде әкеміз бар, ұйымдастырушы Ерболат мырза.
кеш жарық, құрметті әкелер, алтын уақыттарыңызды бөліп, мынандай ақылдасуға келгендеріңіз үшін мың алғыс білдіремін. Менің есімім Ерболат. 2022 жылы бізде администрацияның арқасында не болды? 6 жастардың арасында волейболдан жарыс болды. Сол кезде ата-ана ретінде келіп, ойнап, ол волейбол бізге ұнағаннан кейін сондай ұсыныспен шығып, осыны неге ата-аналар бәрі өзіміз неге ойнамасқа, давайте осыны бір ұйымдастырайықшы деп, сол күні мен топ құрдым, WhatsApp тобын құрдым. Одан кейін ол WhatsAppқа барша ата-аналар бәрі қосыла берді. Қазіргі таңда мектеп басшылығына рахмет. Әр бейсенбі сайын кешкі сағат 9:00-де, кешкі 21:00-ден 23:00-ге дейін әр бейсенбі күні тегін осы жерде ата-аналар, тек қана әкелер емес, аналар да келіп, ойнап, рахаттан бір-бірімен араласып, керемет бір қазір өзімізше бір үйіміз. Сондықтан қазір мен әкелер чатына волейболдың ссылкасын жіберемін. Сол ссылкамен кіріп, сол волейболдың чатына кіріңіздер. Әр бейсенбі күні сағат 9:00-де келіп, кешкі 9-да келіп, араласып, волейбол ойнаған жақсы. Бұл жерде бәрі профессионал емес, как өзіміз сізбен біз сияқты, әйтеуір доп ұстау біледі, әйтеуір бірімізді білеміз, дұрыс ұстай қаламыз, тіпті аяқпен ұрамыз. Керемет атмосфера болады. Бұл жерде бір-бірімізбен жақсы араласамыз. Дұрыс па, ол жерге айтшы, келіп жүрсіз тұр ғой, міне жігіттер келіп жүр ғой, міне. Соны бірімізді бір тани бастаймыз. Міне мына жақта келіп жүр міне жігіттер. Бәрі керемет. Сондықтан достар, бұл жерде мынандай іс-шараның бәрін не үшін, құрметті әкелер, айта кетейін, барлығын. Негізі біз әкелер қоғамы кеңесі бәріміз бірігіп жұмыс жасауымыз керекпіз. Бір шырылдап жүрген Ернат мырза бар, әйтеуір рахмет. Бірдеңе болса Ернат мырза чатқа жазып қалғанымыз тек мынаны көрсетеміз, ол одан басқа ештеңе істемейді. Шындық қой. Сондықтан бәріміз бірге жұмыс жасауға мүмкіндігінше атсалысуға шақырамын. Жақсы, қазір чатқа жіберемін. Жақсы, құрметті әкелер, енді ұсыныстарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, давайте мен сілтеме жіберемін, сол сілтемеге жазыңыздар. Әкелеріміздің чаты бар, сол чатқа да жазсаңыздар, енді біз қарап отырмаймыз ғой, біз де жұмыстанамыз. Енді давайте бәріміз бір ортаға қарай жиналып, бір общий бір фото жасап алсақ, мына орта жағына бір жиналып, бері жылжытып тастасақ.